Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер. Бүгінгі видеода сіздер алдында Каспий туралы түсірдік. Бүгінгі видеода ары қарай оның жалғасы болады. Каспий туралы қалай заказды қабылдаймыз, сосын қай жаққа барады, қай қалаға шыққан қалай көреміз, соның бәрін түсіндіретін боламыз. Ары қарай видеода көретіндеріңіз. Достар, міне сіздер Каспий магазин аштыңыздар. Каспий Pay, Каспий магазин аштыңыздар. Енді ары қарай сізге товарыңыз салдыңыз. Алдындағы видеода көрсетіп кеткенбіз. Егер көрмеген болсаңыздар, көріп алыңыздар. Одан кейін сіз мына жаққа соткаңызға сообщение келеді или почтаңызға сізге заказ келді. Сол кезде мына жақта шығады новый заказ. Сол заказды сіз қабылдағанша 15 сағат ішінде қабылдау керексіз. 10 сағат, 15 сағат сондай ішінде қабылдау керексіздер. Қабылдамасаңыздар Каспий отмена береді. Одан кейін на подписки. Бұл жағдайда бұл келеді. Сіз принять еттіңіз. Сосын на подписки болса егер осы жерде. Ол клиент енді принять етпеген. Сол себептен осы жерде тұрады. Клиент қалай істеймін, қалай істей алмай жатырмын деп айтса, егер клиент сізге звондаса, ол кезде клиентке айтыңыз 5-ті 4 рет басыңыз деп. Колл-центрға звондайды Каспийдің. 5-ті 4 рет басып. Сол кезде сіздің сұрағыңыз шешіледі деп айтыңыз. Міне осылай. Самовызов деген, міне мына жақта сіздің магазиніңіз өзіңіз, міне мен Халюлина 158 Алматы қаласында орналасқанбыз. Осылай міне менікі самовызов десе, ол клиент келіп өзі алып кетеді ертең менен мына буфені. Қараңыздар, міне заказ номері, мына жақта бағасы жазылады, неге алған, міне самовызов Еркебұлан деген жігіт, мына номері бәрі тұрады. Міне самовызов. Осылай болады егер самовызов болса. Клиентке звондап, ескертіп қойыңыз қай кезде, қандай уақытта істейтініне. Келесі кетсек, міне доставка деген, ол Алматы қаласында мынау. Мысалы, оның сумасы 10 000 теңгеден жоғары болса, клиентке тегін, ал сізге доставканы өзіңіз апарып беру керексіз. Өз қалтаңыздан таксиге төлейсіз, или болмаса өзіңіз Яндекспен төлейсіз, или өзіңіз апарып бересіз. Міне сол жағдайда осылай болады. Міне 19.574 теңге. Ақжол деген кісі алған, міне сабвуфер. Міне кейіңіз осылай апарып беру керек енді осы кісіге. Көрдіңіз бе? Өз қалтаңыздан төлеп апарып бересіз осы кісіге. Міне осылай тұрады. Алматы қаласы бойынша бұл. Алматы қаласы мына өзі алып кетеді. Енді Каспий доставка деген, бұл сізге заказдар түседі басқа қалаға. Алматы қаласына да түсетіндер бар. Каспий банкомат деп түседі. Міне достар, Каспий доставка деген, міне ожидание клиент, ожидайте привести точку. Келгені сізге сосын мына жақта мысалы заказ міне принять еттіңіз, или самовызов, доставка үшеуінің біреуіне түседі. Екеуіне түспесе, сізге мына басқа қаладан заказ берген деген. Міне комплектация деген осы жаққа түсу керек. Одан кейін сізге мына жақта міне номер заказы деп мына жақта шығады. Осыны басасыз осы жерде кнопканы. Сосын сіз комплектовать дегенде кнопканы басасыз. Сол кезде сізге Каспий накладной шығарып беретін болады. Ол сосын өйтіп басқаннан кейін міне ожидает передачу курьера деген шығады. Міне осындай шығады. Осы шыққаннан кейін міне осылай әрбір сіздің сатылым товарыңызға распечатанный накладной өйстіп істейсіз. Өзіңіздің ар жақтағы компьютеріңізге сақтап аласыз, папкаңызге. Сосын осын шығарып аласыз. Одан кейін ары қарай келесі видеода түсіреміз, ары қалай істейтінімізді бәрін оны. Міне өйстіп істейсіз достар. Передать курьеру міне сіз аласыз, содан кейін курьерге апарып, замлерге апарып біткеннен кейін мына жерде ожидает курьер передача деген, бұл өшу керек осының бәрі өшеді. Міне мына жаққа сосын келеді сіздің заттарыңыз. Переданы курьері көрдіңіз бе? Осы жаққа келеді. Егер возврат болған жағдайда сізге мысалы клиентке барып ұнамай қалса, или клиент жолда баратырып отказ беруі мүмкін. Сондай случайлар болған менде, міне көріп тұрғандарыңыздай осылай келеді. Оны сіз жаңа тапсырған жеріңізге барып, сол жерден осы затты аласыз. Өзіңіздің удостоверениеңізді көрсетіп, осы затты аласыз қайтып.
Міне достар, болды. Достар, енді міне келесі видеода көріскенше, келесі видеода товарды қалай апару керек, товарды қалай орау керегін айтатын боламыз. Біздің видеода лайк басып, және алдағы видеода не туралы түсіретініне комментарияға міндетті түрде жазып кетіңіздер. Келесі көріскенше.